Негізі бірдекені түсіне албадым. Анткени мен бір жақ ойнаудан шығып қалсам, подписчиктер маған жазады. Арген қан құя бересің, тенте бересің, үйің ремонтын жасабайсың деп. Биринчиден ремонт жасағанға көп акча керек. Екіншіден болса, подписчиктерге нормально. Хайт болсын, жаман болсын, мен үшін нормально. Арасынан бар емес, бір-екі туғандарыбыз шығады. Арген ақшасын не қылып отыр? Үйін ремонт жасабай отыр. Не қылып өзі? Тенте бере, деп. Бар емес. Ошо айтқан адамдар, негізі мага 1 сом акча кошуп койсоңор, это нормально болчу. Анан 1 сом же кошуп койсоңор, Арген үй салтасың ба, үйүң бүтүрүп ал деген болсо, это нормально. 1 сом кошуп кеткендан кийин мен акчамды санап, ал не кылат, ал жака неге барат? Пожалуйста. Мен бул өзүм личный жашоомда мен не кылам, не жеп атам. Короче, бул өзүм чечейин, Анан үйгө келгенде жардам берсеңер, всегда мен замын. Анан 1 сом кошуп эле ау дегенге корбой берет. Үйтіп Алматыға жеттім. Қайтқа мән бермейін десем, осылай жағдай болып қалады да. Сен осы арқылы көтерілдің, сен анан битті деп. Не надо ол жаққа да, мына жаққа да, сен арқылы көтерілдің, сен арқылы. Енді Құдай сөйтіп тағдырымызға жазып қойыпты. Несібемізді осылай бір адам арқылы, оған мен арқылы, маған ол арқылы мүмкін берілген шығар. Бірақ не стоит отменять тот факт, что бұл жақта үлкен еңбек жатыр. Маған просто обидносы болғаны, люди не оценивают мою работу, сколько работы здесь проделано, а просто оценивают вот ты мразь, вот неблагодарная, типа. Ну все, хватит же, ребята. Прошлое, оно в прошлом осталось, все, оно так и должно остаться. Просто түсінбеймін, адамдар до такой степени прям біреуді унижать етіп, сіздер деген кәдімгіден балағат сөздер жазып, мен сіздерге не шамашылық көрдіңіздер менен? Просто мынды айтайыншы, мен ешқай жерде Қырғызстанды жамандаған емеспін. Просто наше отношение с одним человеком не должно касаться нации, да? Это отношение между мной и другим человеком. Это никак не касается нации. Мен ешқашан Қырғызстанды жамандап, ойбай, мен Қырғызстан арқылы көтерілген жоқпын деп ешқашан айтпаған. Мен всегда айтатынмын, Қырғызстан елін мен всегда көтереді. Қырғызстан елінде осылай мені қолдайды деп всегда айтып жүремін. Ешқашан ешбір интервьюмда бір жамандаған кезім болыпты, наоборот, көтеріп всегда вот деп қырғыз тілін үйреніп, мен кәдімгідей сіздерге бір хотя бы менен бір не болсын деп қырғыз тілін үйреніп жүремін. Ошондуктан екі адамның отношениясын ешқандай нацияға, пожалуйста, бөлмеңіздерші. Это отношение между людьми, а не нацией. Вот.